достар, сендерге мен және мен моим ортасына барса немецтер. Бүгінгі менің видеом информативный видео деп достар, антайтын информация айтам бұл видеода. И так, бірінші информацияны айтайын, как бы осы респак туралы достарга, қазір осы респактарды көп достар, сіздердің достардың осы респакты мен өзім жасадым, до конца өзім жасадым деп айтпаймыз, конечно. Бірақ өзім жасадым достар. Мен қанша 100 ба 50 ма подписчикке арнап өзім жасадым. Димаш Геймерс болғанда жүйелі. Так, бірінші информацияны айттым. Екінші информация менде более серьезный достар. Кәдімгі серьезный информация. Так, защита жоқ. Так, защита бір жайт екеуі бір екен. Информация менде ондай болмайды қазір. Менің информациям реально серьезный информация достар қазір. Так, біреу келіп жатыр вроде. Мен үстімде вроде. Я мен байқап. Ой, сибір. Так, достар жайт. Информативное видео и мен жақында мен, короче, планды өзгертем. Мен енді 5 лайк жинаңыздар деп, деймін сразу видео шығармаймын сіздерге. 5 лайк жинайсыздар, потом видео түсіремін. Бірақ это сразу резко видео түсіремін сіздерге. Соны айтайын деген. И на баланс кентеп кетейін деп айтайын деген сіздерге. Енді сіздер 5 лайк мысалы жинадыңыздар, иә? И потом мен сразу түсірмеймін екінші күні сіздер. Өйткені как бы оқу жылы басталды, сіздерді оқу жылымен құттықтаймын сіздерге. Енді болды. Олай жасамаймын. Как бы. Я солай жасаса сізге тиімдірек шығар, бірақ ол менің оқу, короче, влияет етек бәріне. И маған өзіме қиын болады сіздерге. Мысалы, бұл видеоны мен уже бүгінгі неде мен примерно 20 дубль записать еткен шығармын сіздерге. Біріншісі ол бірінші видеодан алдыңғы бөлімізге барса, үшінші бөлімге. Ал екіншісі осы бөлімден сіздерге. Пока. Кажется. Вон. Снова изи комбо жасайық. Прикольно. О, болды. Так, 3 нандышке қоймыз. Болсын işte. Так, жет. Как бы, я мен өзім ыңғайлы емес маған солай түсіру. Сіздер түсінсеңіздер. Маған өзім осылай түсірген ыңғайлы да. Бірақ, короче, наоборот. Маған қазір 5 лайктан кейін сразу видео түсірген ыңғайсыз қазір. Жаңағы видеолар өйткені как бы өздеріңізге айтқан сияқты. Мен это оқу жыл басталды, енді мешать етеді маған. Одан түсіре берсем сіздерге. Сол үшін, блин, сізге шыққанда мен шешесіне басталғанда снеге артылмайды. Бізге барғым келеді. Так, сіздерге. Так. Бар. Достар болды. Осыны айтайын деген несінде. Болды енді өлсемде осы видеоны жіберемін ютубқа. Лайк жинайсыздар мысалы қазір. Потом мен бірнеше күннен кейін бірақ видео түсіремін. Өйткені как бы маған ыңғайсыз болады. Сіздер өздеріңіз түсінетін шығарсыздар, оқу болады. Мен еще оқу керекпін, мен видео сіздерге түсіру керекпін. Самый, мысалы, мен енді 50% оқитын болсам, енді мен до конца күні бойы кітап алында отырған жоқпын. 50% оқитын болсам, онда примерно 20%, может 15% видеоға беріп тұратын шығармын сіздерге. Ал қалған пайызын сіздер түсінетініңіздер дейік. Мен басқаларыздарға айтқан мысалы видео монтировать етуге оқып алады сіздерге. Сен ойлайсың нормально, мен комбоға нетесін беріп. Жоқ, ол ештеңке болмайды. Яқты, мен артынан өте жалып жатыр, маған оны жасыра. Сосын оқы, мен дұрыс нетіп жатыр. Вообще читер ғой деймін сіздерге, мен кәдімгідей ұрып жатыр. Жоқ, читерміз, нормально. Нормально, мен достар болды өлдім. Негізінде шанс болмады менде, на екеуі мен, как бы, екеуі де маған етті, мен біреусін нормально.
Короче, достар, солай логопед көшесем. Міне достар, осылай болады. Енді мен видеоны слишком часто нетіп тұрмаймын, шығарып тұрмаймын. Сол үшін сіздерге айтып кетеміз. Сізбен бірге болған мен DNKZ, және де көргендеріңізге бұл видеоны рахмет. Примерно қазір 5 лайк жинап тастасаңыздар, примерно енді видео келесі либо воскресенье, либо суббота шығады сіздерге. Бұл жаңа формат. Сіздермен бірге болған мен DNKZ, аман сау болыңыздар достар.